Көркем еңбек сабағынан бұрынғы заманда болашақты қалай елестеткен, болашақтың қаласы жобасы үлгісін жасаймыз атты тақырыпта сабақ өттім. Балалармен ең алдымен түгенделіп, көңіл күйлерін сұрап, психологиялық ахуал орнаттым. Және де тақырыпты ашу үшін әртүрлі сұрақтар қойылды. Сұрақтарға жауап беріп отырғаннан кейін бағалап отырдым. Ал қазір болашақта неше түрлі үйлер, қалалар дамып, ұялы телефондар, электричный самокат. Бұрынғы заманда адамдар телефонмен жай ғана сөйлескен, олар бір-бірін көруді армандаған. Ал қазір сөйлесіп қана қоймай, бір-бірін көре алады видеозвонок арқылы. Барлық өз ойларын айтып шықты. Айтып шыққаннан кейін міндетті түрде бағалап отырдым. Және де тақырыпты ашу үшін видеоролик жібердім. Түсінбеген жерлерін осы жерден түсінуге болады деп бағыт-бағдар бердім. Және тапсырма ретінде, үлгі ретінде болашақ қаланың үлгісін, жобасын жібердім. Оларға да тапсырма ретінде суретін салуға, не болмаса түрлі түсті бояулар арқылы өздерінің қиял ғажайып әлеміндегі жобасын жасауға тапсырма ретінде бердім. Және тапсырмаға 10 минут берілді, осы чатқа жібереміз деп көбі жеке чатқа жіберіп отырды, бағаладым. Және үйге тапсырма ретінде болашақ қалаңды қалай елестетесің тақырыбында қысқаша әңгіме жазуға бердім. Және де бағанағы аяқталмай қалған жұмыстарды міндетті түрде аяқтап жіберулерін өтіндім. Сабақ соңында әдеттегідей кері байланыс жасадық.